Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Біз бүгін бір тұлып нанның қоқымы тәмсілін тыңдайтын боламыз. Баяғыда бір байдың баласы әкесіне: «Әке, мен ер жеттім. Енді бір сапар шегіп, ел жұртты көріп, алыс жуықты оң мен солды парықтасам» деген тілек білдірген екен. Баланың мұндай ізгі тілегін әкесі шын ниетімен қолдап, ақ жол тілеп алыс сапарға аттандырады. Кетерінде баласы әкесінен бір тапсыратынын сұрағанда, әкесі: «Өзің жеген нанның қоқымын жиып, маған осы тұлыпқа салып әкеліп бер. Соған қарап мен сенің қаншалықты жерге дейін барғаныңды ұғып білемін» депті. Сонымен жас азамат көп жер, көп елді аралапты. Небір көрікті қала, көрмеген көл дариялардан өтіпті. Бірақ әкесінің тапсырмасын ұмытпай, өзі жеген нанның қоқымын төкпей шашпай әлгі тұлыпқа салып отырыпты. Жігіт сапарын аяқтап қайтуға бет алыпты. Әкесінің тапсырмасы орындалып, тұлып та толайын депті. Қайтар жолда жас жігіт ойламаған жерден бір елсіз далаға кез болады. Күн жүреді, түн жүреді, ұшы қиыры жоқ даланың таусылар түрі көрінбейді. Ақыры азық қылар ештеңе табылмай ашығады. Тіпті бұралып жол жүре алмайтындай күйге түседі. Бір суаттың басына әрең жетіп, енді қайтерін білмей дағдарып отырған жігіттің көзіне қанжығасындағы тұлып түседі. Бірақ бұл әкемнің аманаты, оған қол соғуға болмас деп, ары қарай жүріп кетеді. Бірақ оқпанынан азық кеткен жігіт әбден талығады. Бір тістем нанның зары өтеді. Ақыры амалсыз әлгі тұлыптың аузын ашып, әлгі өзінен қалған нан қоқымын жеп әл жинайды. Сонымен әлгі бір тұлып нан қоқымы түгесіліп, түбі қалған кезде жолаушы жігіт үйіне аман сау оралады. Жүдеп жадаған жігіт әкесіне: «Әке, аманатыңды орындай алмадым. Жолшыбай аштыққа тап болып, сол бір тұлып қоқым нанның құдіретімен әрең үйге жеттім» депті. Сонда әкесі: «Ел ішінде отырғанда маған ол қоқымның зәрушілігі жоқ екенін білем ғой. Бұл аманат сенің қамың үшін айтылған еді. Сен ашыққанда әужал етуге жараса, менің аманатым зая кетпеген екен. Тоқ күніңде жоқшылықты ұмытпа, бар күнде тапшылықты ұмытпа» деген тәмсіл осындайдан қалған болса керек. Құрметті оқырмандар, менің тәмсілім ұнаса, парақшаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі қызықты тәмсілден қалып кетпес үшін қоңырауды басып қойыңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар.